Отбасы Хаялдың туған күнін атап өтуді жоспарлайды. Барлық дайындықты алдын ала Бирак ұйымдастырып қойған еді. Туған күннің алдында қыздары ауруханаға барып, аналарының сүйікті ақ лала гүлдерін көреді. Олар бұл гүлдерді әкелері сыйлады деп ойлайды. Кейін тағдыр палатаға кіріп, анасын жақсы көретінін және ешқашан ренжімейтінін айтады. Тежерлер әулетінде Хаялдың туған күнін үлкен той ретінде жасайды. Көп қонақ жиналып, бәрі оны құттықтап, сыйлықтарын табыстайды. Бірақ Зейнеп Хаялдың достары келмегеніне таң қалады. Кенеттен туған күнге Седеф те келеді. Қыздар оны көріп, әкесінің көңілдесі деп ойлап қалады. Кан тағдырдан анасы туралы сұрай бастайды. Тағдыр қорқып, қашып кетеді. Зейнеп оны ұзақ іздеп жүріп, ақыры шатырға шығады. Сол жерде ол кітаптарға аяғы сүрініп кетеді. Зейнеп кітаптарды жинап, бір кітаптың ішінен жасырылған телефонды байқайды. Бұл Бирактың күйеуінен жасырған екінші телефоны еді. Зейнеп ондағы жалғыз нөмірге қоңырау шалғанда, туған күнге келген қонақтардың арасынан сөйлесіп жатқан адамның дауысын естиді. Осыдан кейін ол тағдырдың әкесі осы маңда жүр деген қорытындыға келеді. Зейнеп аулада жүрген барлық ер адамдардың ыдыстарынан сараптама үлгілерін алмақ болады. Бұл іске оған Жихан да көмектеседі. Кейін Серхат Зейнеппен сөйлесіп отырғанда, ауруханада әйелінің бөлмесіне қойылған ақ лала гүлдер туралы біліп қалады. Ол гүлдерді Кан әкелгенін аурухана бейне жазбасынан көреді. Бирак пен Канның арасында махаббат болмағанын білсе де, Серхат олардың арасындағы байланысты ойлап, мазасызданады. Сонымен қатар, Кан түрмеде отырған кезде әйелінің оған бірнеше рет келгенін Серхатқа айтады. Осы жайттарды саралай келе, Серхат әйелі мен бауырының арасында жасырын қарым-қатынас болған деген қорытындыға келеді. Отбасылық кешкі ас кезінде Азраның сөмкесінің жалған екені белгілі болады. Жихан мұның мән-жайын анықтауға бел буады. Азра жалған құжатты жасыру үшін шабуыл мен тонауды өзі қолдан ұйымдастырады. Алайда полиция күдіктіні ұстап алады. Кісен салынған жазықсыз адамды көрген Азра өткен өмірін еске алып, жылап тұрып шындықты айтады. Ол бәрін өзі ойластырғанын мойындайды. Жихан әйелін жазалау үшін оны шкафқа қамап қояды. Кейін қыздар анасынан отбасыға арналған сыйлықтар салынған пакетті алады. Мұны тағдыр көріп тұрады. Бірақ анасының өзіне арнайы сыйлық бермегеніне ренжиді. Мұны байқаған Зейнеп тағдырды қуанту үшін оған әдемі қуыршақ сатып алады. Таңертең тағдыр сыйлықты көріп, анасының сыйлық беріп жібергеніне қатты қуанады. Кейін тағдыр сөреден сурет альбомын алмақ болып, абайсызда құлап, қолын жарақаттап алады. Серхат оның қолын таңып, альбомды алып береді. Тағдыр альбомдағы суретті нұсқап, менің анамды осы аға сұрады дейді. Осы сөзден кейін Серхат терең ойға қалады. Әйелінің көңілдесі өзінің туған бауыры хан болуы мүмкін деген күдікке беріледі. Ашуға булыққан Серхат қаруын алып ханға барады. Ол ханға әйеліммен көңілдес болдың деп айыптап қаруын кезейді. Ал Серхаттың үйде жоқ екенін байқаған Зейнеп тағдырдан оның ханға кеткенін естиді. Бір жамандық боларын сезген Зейнеп дереу Жейханға хабарласады. Ол Серхаттың ханға кеткенін ескертіп мекен жайын алады. Зейнеп дереу теңіз жағасындағы ханның кемесіне асығып жетеді. Алайда бәрі кеш еді. Ашуға берілген Серхат туған бауырын атып үлгерген болатын.